Qo'sh yo'lovchi. Өктемнің мизам чуағы жадыраған бір күні, қос салтатта сыбайсылаң жүріспен өзенді бетке алып, ылдилап келе жатты. Чибарқыттан тігілген көне тоз қоңыр шапанды егделеу жолаушы оң қапталында қанаттас келе жатқан, қу томарға қонған қаршығадай атқа отырысы мығым, үшкіл көз, ерен қабақ жасымыш жігіт ағасына жаймен бұрылып: «Ей Күнгейбай, сенің жылқыларың 2 күн бұрын Көктастың өткелінен су ішіп, Қызбелге қарай қайқайған ана төбенің үстінде тұрып көрдім. Әлгі жортуылшы жантық тамырың берген сушыл алаяқ атың үйірден бөлініп қалған ба, жылқының ішінде болмады. Алағыстай үйірлескен мал қалай бөлініп қалады» деді таңданысын жасыра алмаған Күнгейбай. Кешеден бері өзен тасып, алаяқ атты аралда қамалған жылқыларын шығарып алу үшін біреулер ұстап отырған шығар, солай емес пе, Қыдырқан құда? Көпті көрген кәрі құдасы мырс етіп күлді де: «Сенің құйрық қанатың алаяқты ұстап мінетіндей жүрек жұтқан кім бар дейсің?» Бұл сөзді естіген Күнгейбай болымсыз езу тартты. Жолдасын көз қиығымен бағып келе жатқан Қыдырқан ақсақал сәл жымиып, көңілі тасып разы болғанда Күнгейбайға айтатын сөзі: «Әй залым-ай» деді де, астындағы атына қамшы басып, жорта қылатып ілгері азды. Қыдырқан қария арғы бергі тарихтан хабары бар көз қарақты адам. Әсіресе жүйрік сынына жетік, өзі оташы, жылқы ауруларын емдейтін өнері де бар. 5 жыл бұрын қысы жазы байлауда тұратын Әбзәли молданың жүйрік күреңі Қарсу аралас жусанның топырақты түбірін жеп қойып, қартасына құмғата байланып, чоңқиып отырып қалғанда, осы Қыдырқан шал Бақылықтың тауынан арша алдырып, күреңді қайнатылған аршаның суымен 3 күн суарып, белін жазып, сауырын көтерген сәтте тігішегіне суырдың сұйық майын құйып жіберіп, байланған қартасын түсіргенін Күнгейбай өз көзімен көрген еді. Содан бері атқұмар азамат қариядан бір елі қалмай, ат бегілік құмарын үстемелеу үстіндетін. Қос жолаушы Қобдыөзеннің шеткі айрығына жетіп, аздап ат жалданды. Бел көктем ерте шыққандықтан болар, өзен жиектеген жасыл майса ой жұларлықтай көктепті. Қыдырқан қария шапанын шешіп жеңілдеп алды да, дәреттеніп намазын оқыған соң: «Ей залым, атқа отырайық. Бел су қатты тасыған екен, орта өткелден өте алмасымыз қақ. Жоғарғы айрыққа барайық» деп орнынан тұрды. Жолаушылар жоғарыдағы 2 айрықтың бергі жіңішке суынан өтіп, келесі кең өткелдің тасты жиегіне жете бергені сол еді. Арғы жағадан бір үйір жылқыны біреулер қиқулап қуалап, лекітіп әкеп суға түсірді. Жоқ іздеген қос жолаушы қарсы алдынан шыға келген үйірлі жылқыны көріп, тізгінін тартып, бергі жағада күтіп тұрды. Дене тұрқы добалдау, қою жалды құлайғыр бастаған үйір тай құлындарын ағыстың өр жағына ығыстырып, іріктелген сақа жылқылар оларды қорғай, ағынға қарсы тізбектеліп өзенге түсті. Тасыған судың гүрілімен тасқынды жарып, күрс-күрс аршындаған жылқының дүбірін қызықтап тұрған қос жолаушының көзіне үйірдің соңында асау толқынды қақ жарып жүзіп келе жатқан сұртай оттай басылды. Керемет көрініс. Ағыны атан түйені шайқайтын асау толқынмен сұртай балықтай ойнайды екен. Тіпті тасқынмен арпалысқан үйірді елең қылар емес, өзімен өзі. Жалпақ судың ағыны баяу, дәл ортасына келген сұртай құндыздай сырғып жүзіп келе жатты да, мойнын созып жіберіп, судың ішінде ақ балықтай аунады.
Тайдың мына қылағына жолаушылардың есі кетіп қарап қалыпты. Жануардың әлі толыспаған, майда сұлу сауырынан сырғыған толқындар сылқ-сылқ күліп, ойнақши аунап, таңғы қылаңды шарпыған күн сәулесіндей әп сәтте ағынға сіңіп қайып болды. Су бетінде қалқыған Сұртай жағаға жақындады. Ол үйіріп өтіп шыққан жайдақ өткелдің аузын соқпай, төменгідегі тік қабаққа тұмсығын тіреп, аз кем аялдады да секіріп жағаға шықты. Түгі жұмсақ қоян құлағын алма кезек қайшылап, кең сірігін көтеріп, кең танауын делдейтіп алды да, тұла бойы дүркіреп сілкінді. Одан кейін таң сәріде оянған боз торғайдың үніндей шырылдап, кісінеп, жылқының соңынан жеп-жеңіл лыпып шауып кетті. Мұндай кереметке алғаш рет куә болған Қыдырқан қария атының басын кері бұрып, Сұртай кеткен жаққа ұмсынды да қалды. Сәлден соң есін жиып қасындағы серігі Күнгөйбайға қараса, ол да Сұртайдың соңынан көзі жасаурап телміріп тұр екен. Қадырқын қария Күнгөйбайға бір қарап, ұзап бара жатқан Сұртайға бір қарап, бар айтқаны: "Ай, залым-ай, сен де біліп қойдың ба?" болды. Сұртайдың саудасы. Сол күні жолаушылар алаяқ атты Әбілқайырдың ауылынан тауып алып, үйлеріне қайтты. Ел сушыл атты аралдан жылқы шығару үшін үйірден ұстап қалған екен. Бірақ Күнгөйбайдың көз алдынан Сұртайдың сұлбасы кетпей қойды. Жатса тұрса ойлайтыны Солтай. Кешікпей өткендегі жылқының ізімен үйірді іздеді. Үйір өзеннің арғы бетін мекендейтін Ұранқайлардікі екен. Тез тапты. Жылқышыда мына Сұртай кімдікі деп сұрады. Жылқышының сөзінен түсінгені Сұртай Тодыға деген адамдікі. Өлгөсі төңкеріске дейін ылама болған, қазір шағын дәулеті бай, қарапайым малшы. Әрі жүйрік баптайтын атбегі. Көкең сол екімен Додыған іздеп кетті. Оның ауыл өзеннің арғы жағына жақын маңда екен. Аман сәлемнен соң жайланып жөн сұрасты. Аты Алтай қобдаға әйгілі жортуылшы Күнгөйбайды Додығада сырттай таниды екен. Ол күміспен көмкөріп, асыл тасты оймалап қашап жасаған Насыбай шақшасын қонағына ұсынып отырып, өзінен атағы бұрын жүретін атбегі Күнгөйбай сен болдың ғой, жасың нешеде шырағым деп сауал тастады. Додығаның нені білгісі келгеніне көкеңнің анық көзі жетпесе де шынын айтты. Туған жерім Алтай беті, Үңгөйті текшесінде туыппын, жылым жылқы, жасым 45-те. Додыға қолында қылама кезінен қалған тәспиғын бір-бірлеп айландырып есептеп көрді де, жаңаша есеппен 1895 жылы туған екесің деп бір қайырды. Арас, жасың 45-те екен. Чай ішілді. Дәм қайырған соң Додыға: "Ал Күнгөйбай, бұйымтайыңды айт" деді. Көкең ойланып жатпастан, ана жылқы ішінде жүрген Сұртайды маған сат. Додыға селк етіп басын көтерді. "Жоқ" деді. "Бұл той атақты буырыл айғырдың тұқымы." Енді Күнгөйбай селк етті. "Рас айтасыз ба?" Додыға жөптігендей басын изеді. Буырыл айғыр жайлы Күнгөйбайдың да естігені бар. Жортуылшы досы Жандық сонау қақас тыбадан ат алдырып, ұшқан қаздың қанаты талатын, өлім бүйірдан жылқы қудырып, мына жағы Қарашордан жорға айдатқан жойдасыз ер еді. Буырыл айғыр осы Жантықтың жылқысытын. Болды, бітті. Сұртайдан айырылмау керек. Көкең сатта саттың астын алып жатып кеп жабысты. Ақыры Додыға ел жұртымен ақылдасып, ертең жауабын беретін болып келісті. Күнгөйбай кеткен соң барлық Ұранқайды бір үйге жинап ақылдасты. Сұртайға Күнгөйбайдың көзі түсті.
Bul berse koldan, bermese joldan alatın adam. Endi ne isteymiz? Amal birew, äweli onuň atakdy sowçu alaýa gatyny süraýar. Oğan gosa 4 kesek ak giz, және bir at awuzlygyna baýlasyn degen çeşimge toktaýdy. Batbagada bir taýdy күнгөйбай satyp ala goýmaz. Erteňinde taltysty wäde boýunça saly bürüp köken geledi. Öraňgaýlar kelisken toktamdy bagan aýtady. Köken külmüň etip, deri bir gede jatkan jylkyny erip jiberip, sürtaýga sart etkizip çalma taslap, noktalap alady da. Men saudaga kelisdim, bäriň üýge jüriňdir. Konak bolup kelisken dünýelerimdi alyp gaýtyňlar. Erteňinde konakdaryny attandyrgan köken taýdyň ýesi Dodugaga özü galagan alaýa gatdy. Önüň sırtynda akşalay 4 jylkynyň konun, және özüniň basynda tigip oturgan üýüniň oň kesek ak giyizini sypyryp berip, erip gelgen aýel balalaryna altlak diýişke birneçe erkek goýdy aýdatyp, surtaýdy jedeklep bala şagasy bilen jalaňaç kosta kalady. Agaýyndary Күнгөйбай bir taýga bar maly men basynda üýün satyp dalada galdy dep aşulanypdy. Jörükden jorga çygaryp, jyljyp jyldar ötedi. Keşegi surtaýdy köken kunandan dönün çygarynda ötüp, bas bilgizip, kynamay minip tüsedi. Besti jykkanga diýin mäpelip bagady. Gün ozgan saýyn surattyň poşuňy tüzelip, kelbeti tolsady. Menezi sonday keň aslan ötüp jassaň iş şymaýdy. Ýesiniň ymyn takymyn sezedi. Gözüniň karasынан ak ulkün, basynda kırm et jok. Koý moýun 4 ýagy teň bitken. Jeldip jaýlady, suwdyň tunugyny kuwalap, agys dörlep süzüp işedi. Otaganda kök kurakty komaga aýlana kar bytyp, däl tüpdep kaw borady. Jetekçil botaday elpek jürgende sürünüp kabynyp apyrykdamaýdy. Jarasyndan jelp etip japalak köterilse-de selt etip sır bermeýdi. Ömürtkasy çygyňky, keň sagakty, tusarlyk siňiri juwan, kewdesi tutasa bitken keň, arkasy tüzüw äri uzun. Uşasy owaly, sawır, hürt kuldy, jawyrny ulkün gysy turpatdy. Umra weti salky, koltuk bitimi kısaň daw, jelinçigi som, bakaýy jatagan jazyk, çaşasy kılçykdy. Kıskasy suratda jüýrük jylkyga tan syn sypatdyň bäri bar. Surattyň sypatyna köňüli tolgan Күнгөйбай onu 6 jasyna diýin bäýgege goşpady. Tik anda sanda kaşagan gup bawur jazdyryp, çabysyn jetildirgeni bolmasa, birde kobdözeni tasyp, eldiň jylkysy aralda kamalyp galady. Baýagyda ýüýür jylkyny suwdan alyp çygatyn alaýa gat jok. Köken surjüýrükdiň akylyny synap görmek oýmen, tasygan ödüniň jagasyna kelip, er turmanyny sypyryp, sawyrna bir salyp goýa beredi. Ýesiniň ymyn düşüngen janawa tüpsiz därýany buýum görmey, argy jagaga jüzüp baryp, arkyraý kisinip, kamalgan jylkyny bastap, araldan aman alyp çygady. Ösü jylyň жазында ýel jut kötbegen okyga boldy. Awuldyň aldy jaýlawga çygyp, bakylyk saýyn örlüý şaşyrap, aldy kiýtin karanyň basyna baryp gonyp jatdy. Birak Күнгөйбай özüne garaşdy bir neşimin kökdümde mal tüldütün Çekitay bulaktyň basynda oturup kaldy. Jaý oturgan jok surat bilen birge aýagy jeter jerdegi äýgili kaşagan girdeýtin tulpardy karkara tez jakdan aldyryp, ekewiň kosar men oktawda ýetip jaratdy. Jylkylar äbden iş tartgan soň, taň men talasa çygystan araýlap atgan gündüň çapagyna şomuldyryp baýkasa, goş jüýrükdiň sawır jüni jyltyrap, taň nury bilen birge gobulupdyr eken.
Бұл толық бабы қанғандығының белгісі. Ертеңінде көкең ат құлағында ойнайтын бірнеше азаматты шақырды. Әуелі қашаған керді босатып жіберіп, анық дейін құрдасына шалмыратты. Кераттың арқан тартысы сұмдық, бұған дейін ешкім оны тоқтатып көрген емес. Бұл жолы да солай болды. Керат ышқына тартқанда анықтың тақымындағы қайсарқан майдан суырылған қылшықтай сусып кетті. Арқанды сүйреткен қашаған кер Шікітайдың мидай жазығында бауырын жазып жөнелді. Дәл осыны күткендей Күнгейбай да сұр атта отырды. Шу жануар, кең дала, бірі қашып, бірі қуған қос тұлпардың шабысы сол күні Алтайдың ақбас шыңдарына дейін таңдана тамашалады. Қос тұлпардың дүбірінен сол күні Жаматы шыңына ұя салған мұзбалақ қыранның балапаны шошып оянды. Кең жазық маңдала шаңға бөкті. Әлден соң қос тұлпардың еті қызды, қашаған кер көз көрім жерде кетіп барады. Көкең бисмилла деп тақым қысты. Адамнан есті жануар сұр жүйрік, сұрағаның осы ма дегендей алға қарай атылды. Қашаған керде өкшелей жетіп барды. Бұрын мұндайды көрмеген қашаған кер тіке шаппай жасқанып дереу келіп оң қойысты. Дәл осы сәтте көкең жердегі сүйретілген қайсарқанды қамшының ұшымен іліп алды да арқанды тартпай іркіп ұстап бірдей шабыспен қашағанға ілесіп отырды. Қатар шабыс шай қайнатымға созылды. Сәл тыныстаған қашаған кер енді дөмелі шабысқа көшті. Қолында іркіп ұстаған өрмел арқан сұр тұлпармен көкеңді салып келеді. Енді кешігуге болмайды. Бұл Күнгейбайдың күбірі. Дереу арқанның артылған бөлігін жинап, ұшын екі қабаттап тақымнан өткізіп, тұйығын ердің артқы қасынан өткізді де, оны қамшының сабымен тиектеп, мықтап бекітті. Қос тұлпар маңдаланы чаңға бөктіріп, әлі зулап келеді. Көкең бар даусымен айқайға басты. Айғайды естіген қашаған кер тіпті құтырынып жапты. Сұр тұлпар қалмай ілесті. Дәл осы сәтте Күнгейбай сұр тұлпардың тізгінін қағып жіберіп, бар күшімен солқ еткізіп ауыздығын тартты. Ақылды жануар иесінің әмірін екетпей төрт тағандап күрт тоқтады. Бірақ ағындап келе жатқан қашаған кер оған қараған жоқ, бар күшімен сұрақты жерден жұлып әкетті. Шаңмен бірге көкке көтерілген сұр жүйрік арқырай кісінеп жіберді. Көкеңнің де көткені осы еді тәңірден. Аллалап пәрмен тіледі. Жерден жұлынған сұр ат 10-20 метрдей қалықтап ұшып, бір сәтте төрт аяғымен дік етіп жерге түсті де, қашаған керге енді жорғалап ілесті. Көкеңнің көзінен жас сорғалап, арманыма жеттім-ау дегендей, қоншындағы кездігін суырып алып, тақымындағы арқанды чорт қиды да, қашаған керді жайына жіберді. Бұрынғы сұр жүйрік қазіргі сұр жорғасын тайып алтып, Қызбел тауын аса соққан қобданың қоңыр желіне төсін керіп, көкең кең далада маңып бара жатты. Сол күні Күнгейбай сұр жорғаны таң асырып байлады. Ертеңінде бұлақтың таза суына шомылдырып, тұла бойын тозаңнан арытты. Үлкен ұлы Малақайды жіберіп, жайлаудағы елден 2 саба саумал алдырып, жорғаны суарды. 6 жасар жүйріктен чапқын жорға шығарған Күнгейбайдың атағы ауылдан асып аймаққа тарады. Осы оқиғадан кейін көкеңнің басқа дүниемен шаруасы жоқ, тек сұр жорғасын айналшықтап шықпады. Ары бері жүргізіп көріп, ізін қарыстап өлшейді. Сонда қайтатыны жорғаның 4 аяғы әлі тең түспей тұр, әрі аяқ тасасы 5 қарысқа жеткен жоқ. Жаз өтті, күз келді, қыс түсті. Көкең сұр жорғаны баптауға кірісті.
Aldымен әлдештеген ұстаға тай беріп, сұр жорға қарнап жеңіл, әрі маңдайы бүршікті таға соқтырды. Жер қатқан соң сұр жорғаны тағалап, мұздың үстінде жүргізіп жаттықтырды. Желтоқсанның аяғы, қаңтардың басы, ай толған күні түнгі жарықпен көкең жорғасын Ашыкөлдің қатқан мұзына салды. Жалпақ айдынның ортасында ай тағалы сұр жорға айдың сәулесіне шағылысқан өз көлеңкесімен өзі жарысып, ой шіркін тайпалып сала берді. Сөйтіп төрт аяғының жорғасы тең шықты. Осылай сұр тұлпар төрт аяғы тең тайпалған өкпе жорға болып шыға келді. Обда қазақтарының тарихындағы ең бір елеулі оқиға 1940 жылы қазіргі Бай-өлке аймағының орнауы еді. 1950 жылы аймақ орнауының 10 жылдық мерекесі тойланды. Мерекеге үкімет басшысы келіп қатысты. Ол кезде тойдың сәні бәйге мен жорға жарысы. Жорға жарысына көрші 3 аймақтан 60-тан астам жылқы қатысқан екен. Өкілеген жорғаларды Қарасайдың ауылынан жіберіп, 25 шақырымдағы Саркөлден ұстаған. Осы жарыста Күнгейбайдың сұр жорғасы алдына ат түсірмей жеке дара келеді. Жарысты тамашалаған үкімет басшысы аймақ әкімдеріне ұсыныс айтады. Құрметті қазақ ағайындар, сіздер ана сұр жорғаны мемлекет басшысы маршал Шойбалсынға сыйласаңыздар. Аймақ басшылары, әрине ұсынысыңыз орынды, бірақ біз жорғаның иесімен сөйлесейік, келіссе одан сатып алуды да ойластырайық дейді. Бұл хабарды естіген Күнгейбай сырты түк, іші боқ бір тайды патша сұраған екен, басы бүтін текке бердім, мә алыңыз деп, үкімет басшының қолына сұр жорғаны күмістеген ер тұрғанмен қоса ұстатып береді. Көп кешікпей орталықтан арнайы машина келіп, сұр жорғаны Ұлан Батырға әкетеді. Астана тұрғындары мен студенттер Ардалтайдың құлының қала ішінде сап түзеп, салтанатпен күтіп алған деседі. Бірақ Алтайдың ардақ ұлыны Астанаға үйіріле салмайды. Маршалдың жайлы ат қорасында тұрып, туған жерін аңсайды. Дүркін танауын көтеріп, ауа сорады. Өзінен өзі жарайды. Содан бір күн ат қорадан қашып шығады, Алтайды бетке алып тартып отырады. Сұр жорғаның қашқанын білген бір топ жылқышы солдат артынан түседі. Ақылды жануар күндіз тұғылып, тек түнде жүріп отырған сияқты. Бізге белгілі сұр жорға 1700 шақырым қашықтықты жортып өтіп, туған жеріне тірі келгендігі. 1953 жылдың күзі. Күнгейбай ауылы Қандыбұлақты жайлап келіп, дөшіде күзеп отырған. Кешкесін ағытқан биені көк адырға қарай беттетіп аттанған жылқышы адыраңдап қайта шауып келді. Еңкілдеп жылап келеді. Апақ-сапақта ат арқандау үшін қораны айналып бара жатқан Күнгейбай, қарағым не болды десе, жылқышы, әне сұр жорға, өзі жылап тұр. Көкең жарықтық бұған төкте таңданбапты. Біліп едім, 3 күн бұрын сұр жорға түсіме кірдім. Арқырай кісінеп мені иіскеп тұрды дейді де, ақырын аяңдап, құр сүлдері сүйретіліп, тірі тураққа айналған атқа барады. Ол да есін танып, ұмтылған болады. Бірақ жануардың қос танауынан сары суы сорғалап, сол жерде жығылады. Атақты сұр жорғаны енді мал болмасын көкең біледі. Адамдарды шақырып қу тулақты қақпайлап қораға келді. Сол бір айлы түнде көкең сұр жорғасының басын құшақтап ұзақ отырыпты. Таңға жақын жануар соңғы рет кең тыныстап, Алтайдың ақбас шыңдарына қарап жатып үзіліпті. Ат үстінде үзілген құмыр.
Atbegi Күнгөйбай Тышабай uluның дүниеден өткен сәті, осы жолдардың аттары менің де куә болған жайым бар. Бұл 1986 жылы мамыр айының 11 күні болатын. Кезекті демалысымды алып туған ауылыма келдім. Көкең үйі біздің бас жағымызда еді. Таңертең Күнгөйбай дүниеден өтті деген хабар келді. Жерлеу кезінде көкеңнің екінші жылы тілегенді жолықтырдым. Тікеңе көңіл айтып, қазаның қайырлы болғанын сұрадым. Тілегеннің айтуы бойынша жарықтық, өтетін күні түске таман тұрқы, есікпен төрдей, түйе сауырлары қаракер жорғасын ерттеп мініп, кемпірі Ажар анамызға маңайды бір шолып келейін деп жүріп кетеді. Көршілері үкімет, қуандық, Махметтерге барып, мен жақында көшемін, аман болыңдар деп қоштасады. Көршілер көкеңді жайлауға көшетін шығар деп, ойларында ештеңе жоқ, қош айтысып қала береді. Жарықтық сол бетімен құсыда егін салу үшін трактормен жер жыртып жүрген жаңырақтағы кішілі кеңшілікке барады. Қарияны қарагер жорғаны тайпалтып келе жатқанын көрген егіншілермен ұлы таңданып қарап тұрады. Мынау 90 жастағы адамның жүрісіне ұқсамайды. Ақсақал сол өкпімен орылған атыздың жиегіне келіп тоқтайды. Жамырай сәлем берген көпке уағалайкүмүссәлам айтып, баласы кеңшілікке тағы бірдемелерді түсіндіріп болып, ат үстінде тұрған күйі ауыр күрсінген үн шығарады. Содан кейін қимыл жоқ. Қарагер жорғада қозғалмайды. Кеңшілік әке, әке, әке деп айқайласа жауап қатпайды. Ақсақал не болды деп жер жыртып жүрген жігіттер жүгіріп барса, Күнгөйбай қарияның ғұмыры табаны жерге тимей ат үстінде үзілген екен. Сол жерде көпшілік әйгілі жортуылшы Асқан Атбегі қарияның аяғын үзеңгіден шығарып, жансыз денесін қарагер жорғаның үстінен түсіріпті. Пес, қазақта су сүзілмейді, ұрпақ үзілмейді деген ескі сөз бар. Осында айтылғандай, Күнгөйбайдың Манақай тілеген кеңшілік атты үшілі болды. Бәрі даман есен жүріп жатыр. Енді осы азаматтың балалары, яғни көкеңнің немерелері, қазіргі ұлттық спортта олжа салуда. Айталық, 2015 жылы Астана қаласында өткен аса үйретуден бірінші республикалық ашық турнирде бас жүлдеге ие болған Жеңісбек Манақайұлы мен екінші орын иегері Асылбек Кеңшілікұлы. Және 2016 жылы қыркүйек айының 10 күні тәуелсіздігіміздің 25 жылдық мерекесіне арналған Астана жұлдыз атты республикалық турнирде аса үйретуден бірінші орын иеленген Өмірбек Тілегенұлы. Осы үш жігіттің үшеуі де Күнгөйбайдың туған немерелері. Бекен Қайратұлы, оқыған Қабілет Бәделхан, 2026 жылы Наурыз.